Сарыарқаның сағымды жазығында көкжиекпен астасқан кең дала төсінде Түркістан маңындағы хан ордасы айбындыда айбарлы күйде қоныс тепкен еді. Ақ шаңқан киіз үйлер тізіліп алтын шапаққа малынғандай жарқырайды, ал ортасында айбарлы ханның ақ ордасы төңірегіне тылсым тыныштықпен белгі салмағын қатар сеуіп тұрғандай. Бұл мекенге Тараз бен Сауран жақтан келген керуендер аялдап, алыс сығанақ пен отырар жұртынан жеткен хабарлар осында тоғысатын. Сол орданың шеткері жағында қарапайым сарбаздардың қатарында жүрген бір жас жігіт бар еді, есімі Арын. Ол көптің бірі болғанымен, жүрегіндегі сезім оны өзгеден даралайтын. Себебі оның жүрегі ханның қарындасы, ақылына көркі сай, назары мұңға толы ару Айсәулеге тәуелді еді. Бұл сезім айтылмаған, бірақ әр қарасудан сезілетін үнсіз сыр болатын. Айсәуле көбіне орданың сыртындағы жалғыз төбеге шығып ұзаққа көз тігетін. Сол төбеден қарағанда Шымкент жақтан созылған керуен жолы да Қызылорда бетіне кеткен кең далада анық көрінетін. Бірақ оның жанары ол жақтарды емес, дәл сол төбенің етегінде үнсіз тұрған Арынды іздейтін. Кешкі самалмен бірге олардың кездесулері де басталатын. Ай сәулесі төгілген түндерде, орда ұйқыға кеткен шақта, олар сөзсіз ақ бірін-бірі түсінетін. Арын оның әр сөзін жүрегіне түйіп, әр күлкісін мәңгіге сақтағысы келетін. Ал Айсәуле болса, хан әулетінің қызы екенін бір сәт ұмытып, жай ғана сүйген жанның жанында болғанды қалады. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Бір күні орда ішінде ауыр хабар тарады. Хан өз қарындасын алыстағы одақтастыруға ұзатпақ. Бұл тек отбасы шешім емес, бүтін елдің тағдырын айқындайтын келісім еді. Бұл жаңалық Ақтөбе мен Атырау тарапынан келетін қауіптің алдын алу үшін жасалған ама болатын. Айсәуле бұл хабарды естігенде үнсіз қалды. Көзінде жас жоқ, бірақ жанында дауыл тұрды. Ал Арын үшін бұл тынысы тарылған сәт еді. Ол алғаш рет өз әлсіздігін сезінді, махаббат пен міндеттің арасындағы айырмашылық тым. Сол түні олар тағы да кездесті. Уақыт бізді күтпейді, деді Арын сыбырлап. Егер қазір кетпесек, бәрі бітеді. Айсәуле үнсіз тұрды. Жел оның ұзын шашын тербеп, жүзін жасырып тұрғандай. Сен дайынсың ба? Деді ол ақырын ғана. Арын бір қадам жақындады. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Бұл сөз далада жаңғырып кеткендей болды. Бірақ Айсәуле жауап бермеді. Тек алыстағы қараңғылыққа қарап тұрды. Келесі күндері Түркістан ордасының үстін көзге көрінбес салмақ басқандай болды. Әдеттегі думан, күй мен жыр бәсең тартып, әрбір киіз үйдің ішінде сыбыр көбейді. Хан шешімі жария етілген соң, Тараз бен Сығанақ жақтан келген елшілер күн сайын ордаға кіріп шығып, алыс отырар мен Сауран арасындағы одақ жайлы кеңестер үзілмейтін болды. Бұл тек бір қыздың тағдыры емес, тұтас жұрттың тыныштығы таразыға түскен кезең еді. Айсәуле сол баяғы төбеге жиі шығатын болды, бірақ енді оның жанары өзгерген. Бұрын үміт іздеген көздер енді қоштасуды үйреніп жатқандай. Ол төменде жүрген Арынды көреді, бірақ бұрынғыдай белгі бермейді. Екеуінің арасындағы үнсіздік бұрынғыдан да ауыр еді. Ал Арын болса, әр күн сайын іштей арпалысты. Сарбаздық міндет пен жүрек әмірі бір-біріне қарсы шықты. Ол ат қорада ұзақ отыратын болды, ер тоқымды қайта-қайта түзеп, қылышының жүзін тексеріп, өзіне белгісіз бір жолға дайындалғандай. Оның ойында бір ғана шешім пісіп жетіліп келе жатты, түнде алып қашу. Сол күні кешке аспанды қара бұлт торлап, жел күшейді. Далада бірдеңені сезгендей тынышсыз еді. Арын үшін бұл белгі болды. Ол бәрін шешті. Түн түскенде орда шамдары біртіндеп сөне бастады. Тек күзетшілердің әлсіз дауысы мен алыстан естілген ит үргені ғана түн тыныштығын бұзды. Арын қараңғылықты жамылып, белгіленген жерге қарай бет алды. Жүрегі кеудесін жарып шығардай соқты. Айсәуле келді. Ақ шапан жамылған, жүзінде жарық пен мұң араласқан күй. Ол ештеңе демеді. Тек Арынға қарады. Бәрі дайын, деді Арын асығыс. Аттар да, жолда. Біз Шымкент арқылы өтіп, ары қарай Қызылорда бетіне кетеміз. Ешкім бізді таба алмайды. Айсәуле үнсіз тыңдады. Жел күшейіп, түн қоюлана түсті. Жүр, деді Арын қолын созып. Айсәуле оның қолына қарады. Бір қадам ғана қалды. Бір қадам тағдырды өзгертуге жететін.
Бірақ дәл сол сәтте алыстан орда жақтан дабыл даусы естілді. Күзетшілер қозғала бастады. Иттер үрді. Біреу олардың жоғын байқағандай. Арынның жүзі қатайып кетті. Уақыт жоқ. Айсәуле көзін жұмды. Сол бір сәт мәңгілікке созылғандай болды. Дабыл үні Түркістан даласының түн тыныштығын тіліп өткендей, екі жүректің арасындағы соңғы үмітті де қақ айырып жіберді. Жел үдей түсіп қара бұлт айды бүркеп айналаны қою қараңғылыққа орады. Сол қараңғылықтың ішінде арынның созылған қолы мен Айсәуленің дірілдеген жанары ғана анық еді. «Жүр!» деді арын, даусы енді бұйрық пен жалбарынудың ортасында. Бірақ Айсәуле сол орнында қозғалыссыз қалды. Ол бір сәтке ғана емес, тұтас тағдырға көз жүгірткендей болды. Егер ол қазір осы қолды ұстаса, бұл тек қашу емес, бүтін бір елдің тыныштығын бұзу, Тараз бен Сығанақ арасындағы әлсіз тепе-теңдікті шайқау, алыс отырар мен Сауран даласына тағы да алау тастау еді. Ол баяу ғана басын шайқады. Арынның жүзі сол сәтте өзгерді. Үміт оты сөніп, орнына ауыр үнсіздік орнады. «Демек бітті ме?» деді ол сыбырлап. Айсәуле жауап бермеді. Тек жақындап келіп, оның қолын ақырын ғана ұстап, бір сәтке қысқандай болды. Сол бір қысқа жанасуда айтылмаған мың сөз, орындалмаған мың арман бар еді. «Кешір», деді ол ақырын ғана. «Мен сені емес елді таңдадым». Бұл сөз арынның жүрегіне қылыштай қадалды. Алыстан ат тұяғының дүбірі естілді. Күзетшілер жақындап келе жатты. Арын бір қадам артқа шегінді. Оның жанары енді бұрынғыдай емес еді, ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей. «Онда қош бол», деді ол. Айсәуле алғаш рет көз жасын тыя алмады. Жел оның сөзін алып кетті. Келесі сәтте арын қараңғылыққа сіңіп жоғалды. Тек оның ізі ғана дымқыл топырақта қалып бара жатты. Ал Айсәуле орнында қалды. Жалғыз. Сол түні Шымкент пен Қызылорда жаққа баратын жолдар үнсіз еді. Бірақ екі жүректің жолы сол жерде мәңгіге екіге айырылған болатын. Уақыт өз ағысымен тоқтаусыз сырғып, кешегі дауылдай болған сезімдерді де біртіндеп тереңге көмгендей еді. Түркістан ордасы баяғы қалпына түсті. Ақ үйлер қайтадан думанға толып, алыстан келген елшілер мен керуендер үздіксіз ағылып жатты. Бірақ сол орданың бір бұрышында көзге көрінбейтін бір мың мәңгіге тұрақтап қалғандай. Айсәуле ұзатылды. Салтанатты көш Тараз арқылы өтіп, ары қарай белгісіз бағытқа бет алды. Оның жанары сырт көзге сабырлы көрінгенімен, ішінде әлде бір өшпейтін от маздап тұрды. Ол өз таңдауын жасады, бірақ сол таңдаудың бағасы тым ауыр еді. Ал арын, ол ордада қалмады. Ешкім оның нақты қайда кеткенін білмеді. Біреулер оны Сығанақ жақтан көрдік десе, енді біреулер отырар маңында жалғыз жүргенін айтты. Тағы бір хабарда ол Сауран даласында жорыққа қосылыпты делінді. Бірақ бұл тек сөз еді. Шындық оның өзі сияқты жоғалып кеткен. Жылдар өтті. Бір күзгі кеште салқын жел жапырақтарды сыбдырлатып тұрған шақта Айсәуле жалғыз отырды. Көкжиекке қарап баяғы төбені есіне алды. Сол бір түн, сол бір созылған қол, сол бір айтылмаған өмір. Ол көзін жұмды. Сол сәтте уақыт кері айналғандай болды. Бірақ жоқ, өткен оралмайды. Тек жүректе ғана тірі қалады. Арын да солай еді. Ол енді бұл дүниеде бар ма, жоқ па, белгісіз, бірақ Айсәуленің жүрегінде ол ешқашан кеткен жоқ. Сол түн айтылған үнсіз қоштасу екеуінің де тағдырын мәңгіге өзгерткен еді. Және кейбір махаббаттар қосылу үшін емес, есте қалу үшін жаралған.